Мы всю ночь с Чакой не спали. Сейчас тоже у нас съемки дома. Штатив второй пройромбус. А съемка глаз. Плюс я сегодня улетаю. Чемодандарым барын жинаштырып қойғам. Ақырғы съемкаларды қылып. И все. Ұйықтаған бойдан эле аэропортқа баратық жөн бүгін. Пошла. Мой любимый Китай, мой любимый Фошань. Будешь скучать по мне? Пижамамен үріп кетті қарайсың, шлепка, пижама. Қытайда ушундай эле, бирок пижамамен эле жүрө бересиң. Бишкекке баратканда эле мындай кийинип албасаң, эле кыйын кыз болупчу, суслоо. Болбосо бул деле. Болсо мен деле Кытайда мындай пижамамен эле үрүп жүрөрүм, любой жакта. Бизде эми Бишкекте. Деди пижама кийиптир деп карайт, биякта карайт. Канады. Самолетке отырса, маячтан кеткен. Как будто күйік. Чырақтың өзі қойсын да. Точно красочтан. Это что такое? Енді машинаның артына оценка жасауға келдік, получается. Қанша шығарып беретінін шығарып беру керек бізге. Мына жері кеткен қарасаңыздар. Тәлінің арты багажный ашсаң кішкене біртүрлі болып тұр. Мына жақтардың бәрі міне. Мына жағы. Соған неге келдік? Жаным ар жақта сөйлесіп жатыр. Қазір оценивать етеді, қанша шығатынын, қанша болатынын бәрін. Сонымен дұрса шығарып аламыз. Жаным ар жақта жүр өтем. Вот. Араққа сөйтіп қазір машиналар очередь болады екен. Яқта на машинаның бәрі оценкаға келеді екен ғой. Надеемся, нормально что-то шығарып береді бізге. Все-таки новый машина же у нас салоннан алынған. Көреміз енді құдай. Қыздар, қалайсыздар? Қайырлы таң. Ерте тұрып, бүгін бір тірліктермен кірісейік деп ерте тұрдық. Әбекең бар жанында. Ассалаумалейкум. Баяғының бойында завтрак ішіп отыр бұл кісі. Бұл кісімен жүрсең тек осындай жерлер жүреді екенсің деп. В общем, ұйқының режимін реттеу керек болды. Әлі ұйықтай алмадық ше. Күнде осы жалғасып жатыр. Білмеймін, әйтеуір таңда ұйықтаймыз әйтеуір. Бүгін бұйыртса бассейнге барадық қазір. Что-то постоянно ақтауда жел болып жүрді. Подкаст никак жүре алмайсың. Бүгін ауа күн шығып тұрса да. Бірақ енді Алматы шыжып жатыр дейді ғой. Бұйыртса Алматыға барғанда көреміз Алматы не болып жатқанын. Бізде мынандай болып тұр, бірақ жел. Көлеңкеде футбол. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң барлықтарыңызға. Таңды мөлдіретіп атқызып, өзіміз мөлдіретіп чай ішіп отқанымыз бар. Нұржан екеуміз. Ассалаумалейкум, қайырлы таң. Ас болсын, бауырым. Ерте тұрдық. Ойшым, тірліктерді бастаймыз. График па, қалай көрсет? Режимді өзгерттік қой, ойшым, режим. Бүгін ұйықтамаймыз, бүгін режимді реттейміз. Енді Алматыда құр жүрген жоқпыз негізінде. Жұмыстар бар. Одан кейін бір нәрсе ойымда жүр менің, неге мен әлі үйленбей жатырмын, неге мен де үйленбей қалдым әлі. Мен сондай бір жерге бардым ғой деген бір нәрсе мазаны алып жатыр да. Бір ойланып жүрген бар енді бір нәрселерді. Сіздермен мен Абылай Қасым. Қалайсыздар? Бүгін мынандай керемет ауа райында біз Дәурен екеуміз барахолкаға бара жатырмыз. Ура! Ол не үшін? Шоппинг. Шоппинг to the day, шоппинг of the job. Ну, шоппинг, короче. В общем, кеше мен өзіме күшті киімдер алдым. Москвадан, Гайсина мен Чиктан алдым. И бүгін кеше мен өзіме торговый центр Москвадан киім алдым. А бүгін тойға Дәуренге барахолкадан киім аламыз. Да?
сол барахолкада арзанырақ шығады. В общем, Үйленгелі торговый центрдан киіну дегенді қойдық қой. вау. Сосын носки алу керек барахолкада, іш киім. Бәрін алып аламыз бүгін. И тойға біз дайынбыз, я? Ал біз өзіміздің любимый Ақбұлаққа келдік, я? Иә. Бұл жақтан қазір мен де жағалас бірдеңе алам деп жатырмын. Негізі дәуреге алу екенбіз. Сол. Как всегда. Сол, қазір келдік. Кошелек ұстаймын қазір осындай. Кеше алып берді. Да? Қанша деп ойлайсыңдар? Жазыңдар. Мынау таза кожа, жұмсақ. Қанша қалды деп ойлайсың? Бағасын тапқан адамға ештеңе бермейміз. Баға сапқан адамға ештеңе, ура! деп. Қуаныштымыз, ештеңе. Иә. Сол қазір мына жақтан бастаймыз. Первый ряд. Ештеңеден бастаймыз.